Маңғыстау өңірлік электр тораптық компаниясының қызметкерлері келесі күзгі-қысқы кезеңнің дайындық жұмыстарына кірісіп кетті. Жүздеген шақырымға созылған электр беру желілері, трансформаторлар, жоғары кернеулі мыңдаған датчиктер мекеменің басқаруында болғандықтан, олар облыс тұрғындары мен кәсіпорындары алдында үлкен жауапкершілікке ие. Науқан 1 сәуірде басталды. Қырағы мамандар 6 ай бойы қосалқы станциялардың жабдықтарына, қуат көзін беруші әуе желілеріне техникалық қызмет көрсетіп, мұқият жөндеу жұмыстарын жүргізеді. Сонымен қоса релелік қорғау және автоматика құрылғыларын сынақтан өткізеді. Бұл жұмыстар тұтынушылардың да ісіне көп пайдасын тигізері сөзсіз. Ең маңыздысы, ұжымға сапалы электр энергиясымен үздіксіз қамтамасыз ету міндеті жүктеліп отыр. Подготовка осенне-зимнего периода для нас, энергетиков, это важно. Қызметкерлердің білігін арттыру және дайындығына баса назар аударылады. Акционерлік қоғамдағы жөндеу жұмыстарына тікелей араласатын барлық мамандар оқытылады. Оқу аяқталған соң аттестациядан өткізіліп, жөндеу жұмысына жіберіледі. Оған жалпы 207 жұмысшыны құрайтын 47 бригада қатыстырылады. Барлық жөндеу бригадалар және топтық қорғаныш құралдарымен, арнайы киімдермен, қажетті жабдықтармен қамтылды. Жалпы алғанда 580-ге жуық шақырымды құрайтын ілінбелі желілеріне кернеуі 35 киловольтты және одан жоғары 10 дана күштік трансформаторларды, сондай-ақ 6 да 10-04 киловольтты 32 дана қосалқы станцияларды күрделі жөндеуден өткізу қажет. Бұдан бөлек ескірген фарфор оқшаулағыштары заманауи үлгісіне алмастырылады. Сондай-ақ Маңғыстау ауданындағы үштаған жармыш бағыты бойынша 35 киловольтты жоғары кернеулі желіге 11 дана арнайы тіреулер орнату үшін бұрғылау жұмыстар жүргізілетін болады. Өндірістік ғимараттар мен құрылыс нысандары да назардан тыс қалмайды. Число наших потребителей входят объекты образования, социальной сферы, жилищно-коммунальной. Тұтынушылар қатарына облысымыздағы білім беру нысандары, әлеуметтік ұйымдар, тұрғын үй коммуналдық кешендер мен бірқатар маңызды кәсіпорындары кіреді. Күзгі-қысқы кезеңде электр қуатын өндіру жұмыстары барынша тұрақты әрі сапалы болу қажет. Келесі кезеңге дайындық барысында негізгі және қосалқы құрылғыларға жоспарлы түрде жөндеу жасалып, таратқыш желілері жаңарту шаралары жүзеге асырылады. Апаттық қосымша материалдар қоры жасақталады. Жөндеу жұмыстарын ұқыпты түрде жоспарлау, уақытылы жүзеге асыру және оны қатаң қадағалау электр құрылғыларын сенімді қызмет етуін және тұтынушыларды қуат көзімен үздіксіз қамтамасыз етуді кепіл болады. Жұмысты оңтайландыру, сапасы мен сенімділігін арттыру үшін ақаулы және ағаш тіреуі бар бағаналарды темір түріне ауыстыру көзделіп отыр. Сондай-ақ тозған сымдарды да алмастыру жоспарланған. Компания қоршаған ортаны қорғауға да зор жауапкершілікпен қарайды. Технологиялық әсерді төмендету бойынша арнайы іс-шаралар кешені енгізілді. Экологтармен бірлесіп құстарды қорғау құрылғылары қажет аумақтар анықталғаннан кейін тоқ өткізгіш сымдардың бір бөлігі оқшауланады. Тек 2022 жылдың өзінде 448 метр арнайы құрылғыны орнату жоспарланып отыр. Бұл құстардың өлімін болдырмайды. Жалпы алғанда сауатты тәсілдің, кәсібиліктің және Маңғыстау аймақтық электр тораптық акционерлік қоғамының арқасында аймақтың энергиямен қамту саласындағы жұмыстар сапасы жыл өткен сайын артып келеді. Ал энергетикалық жүйелердің ұжымдық құрылымы үнемі жетілдірілу үстінде. Қаламқас Аманқосова, Мұқағали Нұрдәулет, Сұңғат Көнебай, Ақтау Ньюс.